ұбт-ны 5 пән бойынша тапсыру үшін int.testcenter.kz сайтына өтуіңіз қажет. Бұл жерде логин және парольді сұрайды. Логин мен парольді сіздерге жоғары оқу орнынан жіберілді. Логин парольді тергеннен кейін войти деген кнопканы басу керек. Күнді таңдап, керекті пән сәйкестігін таңдайсыз. Тестілеуге тіркелу дегенді басып, тестілеуден өтесіз. Егер сіздер деректеріңіз қате болса, немесе пәнді ауыстыруларыңыз келсе, кері қайтарып, өзгертуге болады. Сосын қайтадан тестілеуге өтесіз. Тестілеуді өту үшін жалғастыру деген кнопканы басасыздар. Жерде келісемін деп қоясыз, тестілеуді бастауды басасыздар. Бұл жерде экран жазылады. Экрандағы кез келген іс-қимылдар барлығы жазылып тіркеледі. Басасыз, экранды көрсетесіз. Сұрақтарды бірінші сұрақтан екінші сұраққа ауысуға болады. Дұрыс жауапты белгілей аласыз. Осылай. Дұрыс жауапты белгіленген кері қайтаруға болады. Өзгертуге болады. Келесі пәнге ауысуға болады бұл жерде. Алдыңғы пәнге қайтадан кері қайтып, бүкіл тестілеуді біткеннен соң тестілеу аяқталды деген кнопканы басасыздар. Батырман. Егер мына жерде қызылмен көрсетілсе, бұл жерде белгіленбеген сұрақтар бар. Оны кері қайту үшін күшін жою деп басасыздар. Кері қайтып, барлығын басып шығасыздар. Тестілеуді аяқтау керек болса, растау деген кнопканы басып, тестілеуді жабу деген кнопканы басасыздар.